Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын фаршталған бұрыштарды, яғни голубцы дайындайтын боламын. Ең алдымен фаршқа осылай ұсақтап туралған жуаны және жуылып таза тұрған күріштердің барлығын қосамын. Тұзды және де қара бұрышты дәміне қарай. Одан кейін паприканы салып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша қолдың көмегімен араластырып аламын. Бұрыштардың сыртын жуып, ішін тазалап алғаннан кейін, осылай салмаларын толтыра салып, барлық бұрыштарды дайындап аламын. Енді пісіретін табаға қажетінше сұйық май құйып, ол қызғаннан кейін үстіне бір жуаныз турап салып, сарғайғанша қуырып аламын. Одан кейін оның үстінен үккіштен өткізген сәбізді де салып, 5 минуттай қуырамын. Бір жарым ас қасық томат салып, жақсылап араластырамын. Турап дайындап қойған картоптардың барлығын салып, жақсылап араластырамын. Қажетті мөлшерде салқын су құямын. Тұз бен лавр жапырағын қосамын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіш салсаңыздар болады. Енді қайнағанша бетін жауып қоямын. Қайнағаннан кейін оған барлық дайын тұрған бұрыштарды салып, бетін жауып, бір қатты қайнағаннан кейін астындағы отын баяулатып, қақпағының бір шетін ашып, 40 минуттай қайнататын боламын. Мінекей голубцы дайын болды. Енді астындағы отын өшіріп, дастарханға бетіне укроп сеуіп ұсынатын боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, төменге пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.